Құрамына 1 грамм ет қоспаса да өте дәмді болып шығатын дәруменге бай түрік халқының осындай жасмық сорпасын дайындаймыз. Уақытыңызды да алмайды, тез дайын болады. Әсіресе асқазаны ауырып, артық салмақтан арыла алмай жүргендерге керемет идея. Алдымен пиязды кубиктап турап, аздап май құйылған ыдыста қызарғанша қуырамыз, және көкөністерден сәбіз бен картопты да кубиктап турап аламыз. Енді пиязды 3-4 минут қуырғаннан кейін біраз қасық томат пастасын салып араластырамыз, және сәбізді салып жұмсарғанша 3-4 минут қуырамыз. Одан кейін картопты саламыз. Енді жуып тазалаған 2 стакан чечевицамыз, яғни жасмықты саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышын салып, суын құйып, бір лабыр жапырағын қоссаңыз болады, яғни 8-9 минуттай қайнататын боламыз. Бізде сәл қоймалжың болып шығады. Оны қазір енді блендермен езіп алатын боламыз. Бізде керемет осындай суп-пюре шығады. Мен осы Каспий магазиннен заказ берген, керемет сападағы қол жетімді бағада алған осы Маэстердің блендерінде жақсылап осы жасмық сорпасын дайындап алдым. Міне 3 минуттың ішінде осылай бізге тез арада дайындап берді. Енді ыдысыңызға құйып, қалауыңызша сухаримен әрлеп ұсына берсеңіздер болады. Және бізге лимонмен ішкен өте қатты ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.